Қонысбай, Ерасыл Ижанов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Сәтбаев қаласында саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алуға арналған өзекті өртер шындық атты дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Іс-шара студент жастарға тарихи жадыны сақтау және патриоттық тәрбие беру мақсатында өткізілді. Кездесу барысында қатысушыларға тақырыптық бейнероликтер көрсетіліп, Қазақстан тарихындағы қасіретті кезең туралы айтылды. Студенттер қуғын-сүргін мен жаппай ашаршылық жылдарында зардап шеккен адамдардың тағдыры жайында мол мағлұмат алды. Дөңгелек үстелге Бауыржан Момышұлы атындағы мектеп-гимназиясының тарих пәні мұғалімі Шымболат Бөлтірік, Баубек Бұлқышев атындағы орталықтандырылған кітапхана жүйесінің қызметкері Гүлзада Жазықбаева және саяси қуғын-сүргін құрбанының ұрпағы Лилия Павловна қатысты. Қонақтар тарихи деректермен бөлісіп, өз туыстарының тағдыры туралы естеліктер айтты. Бірінші мемлекет дума дейтін болады, Ресейде заң шығаратын орган ғой. Қазір біздің парламент деп айтамыз ғой, бұйырса болашақта болатын құрылтай. Бірінші, екінші мемлекет дума қазақтар қатысады. Сол 3 пен 4-ке қазақстандықтар қатысады, бірақ қазақтарға қатысуға рұқсат болмайды. Сөйтеді Әлихандар сол жер жүректе айтады. Біз дейді, Бақытжан Қаратаев, Халел Жаһанша Досмағамбетовтер, Әлімхан Ермековтер жүретте қазақтың жер мәселесін Тұрар Рысқұлов бар көтереді, айтады. Қазір сіздер ұжымдастырайын деп жатырсыздар. Бұл жерді тартып алсар, мал тартып алсар, ертең бұның зардабын қарапайым халық шегеді. Не болады? Ашаршылық болады дейді. Анық айтады. Бірақ оған ешкім құлақ аспайды. Сөйтеді Әлихандар не істейді? Өзіне реформасын түсіндіруге Алаш партиясын, Алаш орда үкіметін құрады, 10 пункттен тұратын бағдарлама жариялайды. Сол кезде бірінші мемлекет қалпы болады. Кітапхана қызметкері студенттерге қуғын-сүргін мен ашаршылық тақырыбына арналған кітаптар мен архив материалдарын таныстырып, жастарды кітапханаға келіп, әдебиеттермен тереңірек танысуға шақырды. Енді келесі неміз міне сары кітап деп аталынады. Бұл 1931-37 жылдардағы ашаршылық туралы халықтың өз аузынан жазылған естеліктер екен. Ашаршылық кезінде қандай қиын-қыстау замандар бастарынан өтті, соны осы естелік ретінде бізге жазып кеткен екен. Осы кітаптарды біздің Баубек Бұлқышев атындағы орталық кітапханадан келіп алып оқуларыңызға болады. Оқырман болып келіп жазылыңыздар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай кездесулер жас ұрпақтың ел тарихын тереңірек түсінуіне және өткеннің қасіретті оқиғаларын ұмытпауына ықпал етеді. Іс-шара соңында қонақтарға естелік сыйлықтар табысталды. Нұрлат Қонысбай, Дастан Тұрар,